Bugünkü Taylor formulası. Taylor formulası da bize aslında yukarı tarafta kurumlardan faydalanamız. Taylor formulasının özü f at x ten f at x налевой плюс f штрих x налевой бөлінген 1 факториал көбейтілген x минус x налевой қосылған f at 2 мәрте туынды x налевой бөлінген 2 факториал x минус x налевой қосылған деп біздерде ізбез кете береді. Далее бүйтіп тұрып f at n-ші тәртіпті туындысы x налевой n факториал x минус x налевойдың n-ші тәртіпті дәрежесі. Мынау біздерде қосылған n at x деген. Мынау біздерде Taylor формуласы болып саналады. Taylor формуласында берілген функцияда нешінші тәртіпке дейін туынды алу керек екенін айтып өтіледі. Соған қарата аласыздар. Һәм бұл жерде n at x деген нәрсеміз ол қалдық бөлімі болып есептеледі. At x дегеніміз тең болады. Бұл f аттан n плюс 1 дәрежесінде туынды алғаны c һәм n плюс 1 факториал көбейтілген x минус x налевойдың n плюс 1 дәрежесі. Бұл қалдық бөлімі болып есептеледі. Taylor формуласында біздерде x 0 болған жағдайда формуламызда x налевой 0 формасында берілген болса, біздерде ол Макларен формуласы болып есептеледі. Макларен формуласы f at x бағана Taylor формуласының әмесінің орнына 0-ді қойып шығамыз x налевойдан. f at 0 қосылған f at штрих 0 бөлінген 1 факториал x қосылған f at 2 мәрте туынды 0 бөлінген 2 факториал x квадрат һәм тағы басқа сондай давам етеді. Біздерде f at n дәрежелі туынды 0 n факториал көбейтілген x-тің n-ші тәртіпті плюс біздерде қосылған n at x деген беріледі. Бұл біздердің Макларен формуласына қарата өтеді. Берілген формуламыз. Бұны енді формулаларды қайтып пайдаланамыз десеңіз, мысал ретінде көретін болсақ, мысал ретінде біздерге f at x тең болым айтқанда x көбейтілген қандай да бір синус x деген функция берілген болса, осыны бірінші Макларен формуласына, екінші тәртіпті Макларен формуласына пайдалану деп айтылса, Макларен формуласына пайдалануымызды алдын бірінші жұқар тәртіпті туындысын алып бастаймыз. Екінші тәртіпті туындысы дегеннен кейін бұны 2 мәрте туынды аламыз. f at штрих болады. Тең. Бұл көбеймен туындысы бойынша алынады. x-тан туындасаңыз бірге тең, соның үшін бір синус x қосылған синустың туындысы косинус болғаны кесінен x көбейтілген косинус x болады. Бірінші тәртіпті туындысы болады. Екінші тәртіпті туындысы соны 2 мәрте туындағанына жатады. Тең. Екінші мәрте туындағаныңызда синустың туындысы косинус бола береді. Косинустың туындысына келген кезде бұда көбейменің туындысы бойынша алынады. Бірінші x-тің туындысы болғаннан кейін бірінші косинус x-тің өзі болады. Екіншісінде туындаған кезде косинустың синусқа айналғанда алды беті минусқа өзгереді. x көбейтілген синус x болып өзгереді. Бұдан келіп шыққан қалды
Bu yerda 2 kosinus qo'shilib ketib, 2 kosinus x bo'ladi. Endi Maclaurin qatoridan qo'yganimizda hamma sizga aytdim, x nolvoyning o'rnida berilganda x larning o'rnlari berilib, 0 da farq qo'yishimiz kerak bo'ladi. Chaqindi. 0 da farq qo'yadigan bo'lsak, biz yerda nima olamiz? 0. Birinchisi, ikkinchisiga kelsak. Ikkinchisida bu yerdan kelganda sinusimiz 0 ga teng, kosinusimiz 1 ga teng bo'lgan bilan, bu yerda x ning o'zi bilan barligiga 0 ga teng bo'ladi. Keyin uchinchi shartni kelgizimizda Bunalımız 0 ga teng, biroq nayakda kosinusda 1 ga teng bo'lganligini bu yerda bir 2 degan narsa kelib chiqadi. Bundan kelib chiqib, biz yerda buning formula Taylor formula, Maclaurin formulasini olib qo'ying deb aytilsa, buni ham yerga shekimga aralıqda, yerga shekimga aralıqda o'rnlarni olib qo'yamiz. Birinchisiniki f(a) 0 degan narsamizda 0 dan o'rnida 0 da olib qo'yamiz. Nerede yazamizda? f(a) x teng 0 birinchisi. Ikkinchisi qo'shilgan. Bunlardan nega teng? 0 ga teng bo'ladi. 0 bo'lingan 1 faktorial x bo'ladi qo'shilgan. Uchinchisida mana 2 barda to'ndalarning o'rnida 2 nafar qo'yamiz. 2 nafar qo'ysangiz 2 yoqda 2 faktorialimiz 2 ga teng x kvadrat bo'ladi. Bu deganimiz 2 ming x farq etadi bu yerda. Yoqdalarning bari 0 bo'lganligidan javobimiz x kvadrat bo'ladi. Berilgan funksiyamizning javobi x kvadrat bu Maclaurin qatorida joylashtiriladi.